6 жасқа толған балаларға арналған. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, физика сабағына қош келдіңіздер. Біз бүгінгі сабағымызда жарық құбылыстары жайлы мәліметтерді жинақтап, осы тақырыпқа сәйкес тапсырмаларды орындайтын боламыз. Сонымен жарық қалай тарайды? Әрине бұл сұраққа жауап беру үшін көне заманда ашылған жарықтың түзу сызықты таралу заңымен танысатын боламыз. Бұл заңды біздің эрамызға дейінгі 3-ші ғасырда Мысыр қаласында дүниеге келген Евклид жазып қалдырған болатын. Сонымен жарықтың түзу сызықты таралу заңы былай тұжырымдалады. Бір текті мөлдір ортада жарық түзу сызық бойымен тарайды. Алып қарайтын болсақ, мысалы, ашық күндері ағаштың, ғимараттың немесе адамның көлеңкесі пайда болады. Енді осы көлеңкенің немесе шала көлеңкенің пайда болуы осы заңның физикалық мағынасын ашып, заңның дәлелдемесі болып табылады. Енді сіздер ойлайтын шығарсыздар, көлеңке қалай пайда болады, оны біз қалай бейнелейміз деп. Мысалы, экранда S жарық көзі берілген, оның жолына апарып авы дене қойылған, мөлдір емес дене қойылған, оның жолында тағы да экран бар. Енді осы жерде жарық сәулесі, жарық шоғы деген ұғымды қалыптастырамыз. Жарық сәулесі деп отырғанымыз жарық көзінен тарайтын жарық энергиясын тасымалдайтын түзу сызық болып табылады да, ал жарық шоғы деп отырғанымыз сол сәулелердің жиынтығы болып табылады. Енді біздің мысалымызда жарық көзіміз бізде нүктелік деп есептелінеді, себебі дене мен жарықтың арасында арақашықтық өте үлкен. Енді бірінші жаңағы жарық сәулесі, жарық шоғы бір-біріне тәуелсіз тарайды. Сол себепті жарықтың тәуелсіздік заңына сәйкес көлеңкенің пайда болуын түсіндіре аламыз. Мысалы, бірінші сәулеміз кетеді, екінші сәулеміз тағы да түседі. Сонда бізде конус пішінді жарық шоғы пайда болды. Жарық шоғы тәуелсіз тарайды. Түзу сызықты қозғалып тұрған жарық сәулелері денеге түскен уақытта одан жұтылып қалады да, мына экранда сол дененің қарадақ, яғни көлеңкесі пайда болады. Міне көлеңкенің пайда болуы ол біздің жаңа қарастырып кеткен жарықтың түзу сызықты таралуын дәлелдемесі. Алайда бізде көлеңкемен қоса шала көлеңке деген де болады. Ол дегеніміз не? Мысалы, біз мынадай міне көлеңкеміз. Бізде мысалы екі жарық көзі берілген, екі жарық көзі бір-біріне жақын орналасқан. Енді жаңағындай жарықтың тәуелсіздік заңы мен жарықтың түзу сызық таралу заңын негізге ала отырып, көлеңке мен шала көлеңкенің қалай пайда болатынын түсіндіруімізге болады. Бірінші, мына жарық көзінен бір-біріне тәуелсіз жарық сәулелері тарайды, жарық шоғы пайда болды. Екінші, S2 жарық көзінен, оның көлеңкесі міне, мынау көлеңкесі мынау тұр. Енді S2 жарық көзінен дәл сондай жарық сәулелері тарайды. Оның көлеңкесі экранда мына аяқта пайда болып тұр. Бұл шала көлеңкелер. Сонда көлеңке деп отырғанымыз экранның жарықталмаған бөлігі болатын болса, шала көлеңке деп отырғанымыз экранның жарым-жартылай жарықталған бөлігі болып табылады екен. Енді осы тақырыпқа сәйкес біз тапсырмаларды қарастырайық балалар. Міне сіздердің алдарыңызда бірінші тапсырма. Әкесі баласынан 60 сантиметрге ұзын, ал әкесінің көлеңкесі баланың көлеңкесінен 90 сантиметрге ұзын. Баланың бойының ұзындығын есептей, баланың көлеңкесінің ұзындығы 180 сантиметр болса, дұрыс жауапты таңда. Бізде 4 дұрыс жауап бар, соны қайсысы дұрыс екенін біз дәлелдеуіміз керек. Ол үшін алдымен біз есептің берілген шартын жазып аламыз. Берілген шарты, мына жерде үлкен H әрпімен әкенің бойын белгілеп тұрмыз, үлкен L әрпімен әкенің бойының көлеңкесін белгілеп тұрмыз. Кішкентай H деп отырғанымыз баланың бойы, кішкентай L деп отырғанымыз бізде ол баланың көлеңкесі болып табылады. Енді екеуіне де нүктелік жарық көзі ретінде біз күнді аламыз. Өйткені күн мен жердің арақашықтығы 150 километр, миллион километр болғандықтан одан түсетін жарық сәулелері параллель болады. Енді сіздерге белгілі, егер де параллель сәуле түсетін болса, олардың бұрыштары бірдей болады. Мына сүйір бұрыштары мінекей бірдей болады. Сондықтан тікбұрышты үшбұрыштың катеттерінің қатынасы бірін тең болады деген ережені алуымызға болады.
Осы өрнектен кейін үлкен H, яғни әкесінің бойының формуласын алып аламыз. Енді осы жерде бізге өзімізге оңай болу үшін мен үлкен L-дің L-ға қатынасы, яғни әкесінің көлеңкесі мен баланың көлеңкесінің қатынасын бөлек тауып алдым. Әрине бізде үлкен L деп отырғанымыз ол баланың көлеңкесінен әкесінің көлеңкесі 90 сантиметрге үлкен болғандықтан осы қатынасты алып аламыз. Арман қарай бізде есеп шығару өте оңай болады. Енді арман қарай мына жердегі L бөлінген мынаның орнына апарып мына қатынасты қойып отырмын. Арман қарай мына үлкен H-қа апарып берілгеніндегі санды 60 плюс H-ты қоямыз. Теңдіктен 2-ні 60-қа көбейтіп, 2-ні H-қа көбейтіп, ол тең 3H-қа болады. Сөйтіп белгісіз 2H-ты теңдіктің мына жағына жіберген уақытта, онда жауап 120 сантиметр баланың бойы болады екен. Сонымен бізде жауабымыз А жауапқа сәйкес келеді. Келесі біздің бала тапсырмамыз, мына жерде сурет беріп тұр. Сіздерде Авы экранда шардың үлкен көлеңкесін алу үшін нүктелік жарық көзін қай нүктеге қою керек? Сіздерде я жоқ деген екі жауап бар. Осы жауаптың қайсы дұрыс деп белгілейсіздер, сол жауапты біз алуымыз керек. Бірінші жауабында бірінші нүктеде деп есептейміз, себебі нүктелік жарық көзі денеден алыстаған сайын шардың көлеңкесі үлкен болады. Екінші нүктеде себебі нүктелік жарық көзі денеге жақындаған сайын шардың көлеңкесі үлкен болады. Енді бұл сұраққа жауап беру үшін балалар біз алдымен сызбасын сызып аламыз, сосын дәлелдейміз. Мына жаңағы тапсырмамызға қайтадан келейік. Алдымен жарық сәулелерін түсіреміз. Жарық сәулелерін, бірінші нүктедегі жарық сәуле көлеңке пайда болады. Енді екінші нүктеде жарық көзі тұратын болса, онда оның көлеңкесі мына жерде болады. Сонда қарап отырса, жауабында екінші нүктеге, яғни нүктелік жарық көзін допқа жақындатқан сайын көлеңкенің үлкен болатынын біз дәлелдеп отырмыз. Онда жауап бізде екінші нүктелік жарық көзінде болады. Сол кезде оның көлеңкесі үлкен болады дейміз. Себебі нүктелік жарық көзі денеге жақындаған уақытта көлеңке үлкейеді. Келесі тапсырмамыз біздің дененің ұзындығы мен оның көлеңкесінің ұзындығы тең болған жағдайда күннің көкжиектен биіктігі қандай болар еді? Дұрыс жауапты таңда. Ол 45 градус, 30 градус, 60 немесе 35 градус. 4 жауаптың біреуін белгілеуіміз керек. Ол үшін тағы да алдымен есептің шартын жазып аламыз. Мына дененің биіктігі оның көлеңкесіне тең болды. Біз берілген шартын жазып алдық. Енді шешуін шығару үшін тағы да біз геометриялық жолға салып, оның сызбасын келтіреміз. Мынау бізде жарық сәулесі түскен, сонда бағанағы бірінші есепке сәйкес екі катеттің қатынасы бізде белгілі бір тангенс альфаны беретіні сізге түсінікті. Оны біз геометрия сабағында өткен болатын тұғынбыз. Арман қарай тангенс альфа бізде бірге тең болады. Мына бірге тең болады. Ол альфа деп отырғанымыз, сонда бұрышқа айналдырған уақытта 45 градусқа тең болады екен. Бала, біздің келесі тақырыбымыз күн мен айдың тұтылуын графикалық бейнеленуін дұрыс көрсететін дұрыс жауап сәйкестендір дейді. Айдың тұтылуы, күннің тұтылуы деген екі сұрақ беріп тұр. Соған сәйкес бізде екі жауап берілген. Енді қай уақытта мысалы күн тұтылады? Яғни қай бізде сәйкестендіру арқылы қайсын алуымызға болады? Мен мысалға бірінші жауапты алайын. Күн жарық көзі болып табылады. Күннің сәулесі айға түседі, айдың көлеңкесі жерге түседі. Әрине бұл қандай құбылысқа жатады? Күннің тұтылуы болып табылады. Сонда біз белгілі бір сәйкестендір деген уақытта мына біз былай сызады екенбіз. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымызда сіздер өздеріңіздің білімдеріңізді толықтырдыңыздар деп ойлаймын. Енді арман қарай 3-3-1 әдісі бойынша бүгінгі сабаққа кері байланыс береміз, балалар. Осы сабақ арқылы біз жарықтың түзу сызықты таралу заңын анықтай алдық деп ойлаймын. Жарықтың қалай түсетінін және де оның өзінің ерекшеліктерін анықтай алдық. Осы сабаққа байланысты үш тірек айтатын болсақ, біз жарық сәулесі, жарық жоғы және де лазер сәулелерін атай аламыз. Рахмет, балалар. Бүгінгі сабақта сіздер мол біліммен жинақталды деп ойлаймын. Бүгінгі сабақта алған білімдеріңізді әрі қарай жалғастырамыз. Үй тапсырмасы сіздерге жарықтың түзу сызық бойымен таралуын аламыз. Сау болыңыздар.